Қыс түні аспанда жұлдыздар жымыңдайды. Қар баяу ғана жерге түсіп жатыр. Орман шетінде кішкентай үйшік бар еді. Сол үйшіктің терезесінен Микки сыртқа қарап тұр. Бүгін ерекше күн, жаңа жыл келе жатыр, деді ол қуана. Микки үйдің ішін безендіріп болды. Ойыншықтар, жарқыраған шамдар, барлығы бар. Бірақ бір нәрсе жетіспей тұрғандай сезілді. Не жетпей тұр деп Микки жат кеп ойланады. Сол мезетте Микки есікті ашса, суыққа тоңып, Бақа мен Тедди аю тұр екен. Микки, біз мерекені сенімен бірге қарсы алғымыз келеді. Әрине, тезірек ішке кіріңдер. Жаңа жыл мерекесі, достық мерекесі ғой. Үшеуі бірге ыстық шай ішіп, тәтті жеп, ән айтып, көңілді отырады. Ал далада қар күшейе түседі. Микки терезеден сыртқа қараса, аспанда Аяз ата шанасымен ұшып бара жатыр екен. Хо-хо-хо, жаңа жыл құтты болсын, балалар, деп Аяз ата оларды жаңа жылмен құттықтайды. Сол сәтте шырша шамдары жарқ ете қалады. Үйдің іші жылулыққа толып, ал жүректерінде қуаныш пайда болады. Квак, ең үлкен сыйлық бірге болу екен. Иә, жаңа жылда ең бастысы мейірім мен достық. Жаңа жыл балақай, ғажайыпқа сену, жақындарыңмен бірге болу және жүрегіңді жылулыққа толтыру уақыты. Келіп жеткен жаңа 2026 жыл құтты болсын. Жаңа жыл құтты болсын, балақай.